Сәлеметсіздер ме, құрметті достар? Даусым қатты естіліп тұр деген ойдамын. Микрофон әлі алған жоқпын, кешірім сұрайын. Алуға тырысамын. Так, келесі сабақ сіздермен бірге мынандай жыртыстардан тағы да құрақ құрасақ, бірге құраймыз деп айтқанмын. Сол енді қазір мен осы видеода сіздермен бірге есептейміз. Қазір бізде қанша құрақ бар, соны есептеп аламыз. Келесі сабақта уже пошагово тігіп бастаймыз. Содан кейін сол мына құрақтардан қанша бізде шықты, соны қараймыз. Так, бізде қазір мынандай құрақтар 44, 55. Бұлайнан 44, бұлайнан 55. Примерно 50-50 деп есептей береміз. Сондайда міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 штук. 12 штук. Так, сіздерге де айтар кеңесім, осылайнан көп сұрақ қоясыздар, қанша матадан, қанша құрақ тіксем болады деп. Соны сіздер әркім өзінің практикасынан өткен нәрсе дұрыс болады. Біреудікінің аузына шайнап жисаған ол түсініксіздеу болады. Сол үшін өздеріңіз есептеп көріңіздер. Міне қазір мен сізге 13 дедім ба? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 штук құрақ. 11 штук. 50-де 50. 50-де 50. Размер, я? Ширинасы 50, биіктігі 50. Так, енді осыдан бізде қанша штук? Көктен 3 бар, я? 3 штук көк. Так, мынау розовыйдан 3. Қызылдан 2. Жасылдан так 2. И так, сарғыштан 2. Сонымен 12 штук болыпты. Көріп тұрғаныңыздай, бізде розовый мен көк 2 көбірек болып тұр. Бірақ розовыйға қызыл да жақынырақ болып тұр. Құрақ құраған кезде қызыл мен розовый 2 бір-біріне кішкене ұқсастау болып кетеді. Соның бәрін қарастыру керек. Қайсы мен қай цветті бір-біріне жақынырақ қоямыз. Алдында мен цепочка деген бір құрақ қойғам. Егер сіздерде алдыңғы видеоларымда көрсеңіздер, сол жерде. Бірақ о жерде мен астары мен суын ғана тіккем. Сол жерде көрсеңіздер, основной фон бізде қызыл болды да, орталарында суреттері бұлайнан жасыл, розовый, сары деген сияқтыдай болды. Соны қайтадан қайталаймыз. Енді оны сіздерге пошагово көрсетем, қалай біз құраймыз. Енді осы бар құрақтан қалай соны жасаймыз. Соны көреміз енді біз. Қазір енді менде қандай линейка бар. Оны каждый раз мен жаңа құрағымды сызып отырған кезде, оны каждый раз оны сантиметрлеп битіп өршеп отыру, маған битіп оны өршеп отырып сызып отыру маған уақытымды алады. Сол үшін сіздерге де кеңесім, алдыңғы сабақтардағыдай да айтып жүрмін, шпаргалка депші. Сызғыштың бойы, сызғыштың ширинасы қанша болады сіздерде? Мынау, например, менде так, 2,5. Мынау 2,5 жіңішкесі, мынау 3,5 сантиметрлік. Осы 3,5 сантиметрлікті жасайын деп ұйғардым. Осының бойымен аламда сразу сызып отырам. Қазір көрсетем. Тағы да бірлес көрсетіп жіберейін.
міне мынандай жыртыстар бар, например. Мынандай шетінде кромкасы болады, соны алып тастау керек. Бұны алып тастамасаңыздар, матаны тартып тұрады. Так, бұл бізге пока кері жоқ. Енді мынаны көреміз, қай жаққа қарай. Начос бар. Көрдіңіздер ме? Бұлайнан барғанда, бұлайғанда жоқ. Значит, бұлай. Бізге бұлайнан сызу керек бұны. Так, мінекей. Қойдық. Сызғыш, бор, сабын, ручка, карандаш, любой нәрсемен сыза берсеңіздер болады. Кескен жағымыздан алайық. Қайшымен кескен жағымыз зүрек болады. Мінекей қойдық. И сыза бересіздер. Келесін осын бойымен. Мінекей осылай сызып аласыздар. Кейін осын бойымен кесе бересіздер. Осын бойымен кесіп аласыздар, линейк. Ұзын-ұзын қып кесіп алыңыздар, бәрін дайындап. Кейін шетінен, уже шетіне қосып құрай бересіздер. Мінекей, мынандай ұзын-ұзын қып кесіп аласыздар. Бәрін осындай дайындап алыңыздар, кесіп. Шетінен кесіп алыңыздар. Пока бүгінше осыны кесіп аламыз. Ертеңгі күнге осыны дайындап қоямыз. Наны бүгін жасап бітіру керек. Бізде уақыттығыз, сондықтан тез бітіруіміз керек болып тұр. Кейін астына мата жасасаңыздар болады. Мен оны 20-да 20 қылып жасайын деп ойлап тұрмын. Так, мынау бізде кішкентай болып тұр. Қазір мата ойды. Мынандай шыт маталардан 20-да 20, 15-те 15 қып кесіп алсаңыздар болады. Мінекей. Сіздердің, например, көрпені қанша қыласыздар? Қанша бір мынандай ширинасына қанша кубик қоясыздар? Мынандай төртбұрыштыдан қанша штук қою керек? 20-да 20 қылсақ, бізге, например, ортасына 60 керек. Шетіндегі суын есептемеген кезде. Ортасындағы 60 болу үшін, мына астар матамыз 22-де 22 болу керек. 1 сантиметрден тігіске кетеді. 22-де 22 қылсаңыз, онда 3 рядтан болады, 3 қатар. 3 қатардан алса болады. 22-де 22 қылып, 3 қатардан кесіп алсақ болады. Осы келесі сабаққа түсінбегендеріңіз болса жазыңыздар, жауап берем. Келесі сабақта тігіп бастаймыз. Сау болыңыздар.